Кайырлы күн достар. Бүгін гребейдан салат жасайтын боламыз. Ол үшін гребейімізге қайнап тұрған суды құйып 20-25 минутқа бұқтырамыз. Гребейдан бір кәсе чай кәсемен болады. Оған дейін қиярымызды, помидор, перец, ас көкті барлығын турап дайындап аламыз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Гребейді весовый түрін алғандарыңыз дұрысырақ. Престелген түрі де бар. Гребейіміз дайын болды. Ыстық суын төгіп, 3-4 қайтара суық сумен жуамыз. Сосын барлығын жинаймыз бір ыдысқа. Жинап аламыз ыдысқа жақсылап. Чеснок, қызыл бұрыш, ұнтақталған тұз, кристалл болса қоссаңыздар болады. Соевый соус құйдым. Китайский уксус болса тіптен жақсы болады. Ас көк. Осындай қолдан жасалынған қызыл бұрышты майға қуырып, майынан кішкене құямыз. Қыздырып, 2 ас қасықтай май құямыз үстіне. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болады. Жасап көрсеңіздер болады. Мінекей салатымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.